қосаяққа келетін үміткерлер туралы айтқым келіп отыр да. Мен оларды қатты аяймын. Себебі олар келеді, соншама жол жүріп, уақытын, ақшасын кетіріп, қатысушылармен кездеседі деген сияқты. Бірақ жобадағы қатысушылар өздерінің бір-бірімен, біріншіден бір-бірімен қосылып атады. Екіншіден өздерінің таныстарын шақырып атады. Үшіншіден бұрынғы ара қатынаста болған жігіттерін, қыздарын шақырып алып, өздерімен өздері бүйтіп былығып отырады. Ал үміткерлер жай әйтеуір қалады. Және де келген үміткерлер таныстар болса, бұрынғы таныстары жүргізушілер кәдімгідей біліп отырады. Бұрын ондай жоқ еді ғой, естеріңізде ме? Қазір уже біліп отырады, шымылдықты ашқаннан кейін айтады: ал өзіңіз таныстырыңыз деп. Демек, қатысушылар да, жүргізушілер де бәрін біліп отырады. Демек, олар өздерінің таныстарын ғана, бұрынғы жігіттерін ғана, іштегі қатысушылармен ғана арақатынас құрғысы келеді, сырттан келген үміткерлер жай келіп, жай кетеді. Сіз соларды түсіндіңіздер ме? Сіз сондайды білесіздер ме? Сіз оны білдіңіз ба? Сондықтан үміткерлерге айтарым, келер кезде 10 рет ойланып, 7 рет өлшеп, 1 рет кес дегендей ойланып барып, кімге келу керек, қарап, солай барып келіңіздер. Егер өздеріңізге уақыттарыңыз, ақшаларыңыз, нервыларыңыз қымбат болса, осындай үндеу